Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қатпарлы қаттаманың дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Өте қарапайым жолмен дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Арасы толық пісіп, өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысқа жылы суымызды құямыз, оған тұзымызды салып, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Артынша ертілген сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырып, ұнымызды салып, ұнға қамыр қопсытқышымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Оның барлығын салмаймыз, ұнды үшке бөліп салатын боламыз. Екінші бөлікті ұнды салып, тағы да жақсылап араластырып, қамырымыз біздің осылай қойылына бастаған кезде, қалған ұнымызды салып, қолымызбен жақсылап қамырымызды илейміз. Ұнды көп қосып қоймаңыздар, біздің қамырымыз осындай жұмсақ, қолға жабысып тұратындай қамыр болып шығуы қажет. Дайын болған қамырымызды целлофанға салып, бетін жауып, жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қалдырамыз. Жарты сағаттан соң тұнып тұрған қамырымызды алып, қолымызбен тағы да жақсылап бір илеп жібереміз де, қамырды 4 бөлікке бөліп аламыз. Бізде осы құрамнан 4 қаттама шығады. Енді қамырымыздың әр бөлігін жұп-жұқа етіп, барынша жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Достар, алдағы уақытта каналыма шыққан жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Қамырымыздың әр бөлігін осылай жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Барынша жұқа етіп жайғандарыңыз дұрыс болады. Сол кезде біздің қаттамамыз өте қатпарлы, керемет болып шығады. Қамырымыз біздің жұп-жұқа болып шықты. Барынша жұп-жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Енді арасына ертілген сары майымызды құйып, қамырымыздың арасына жағып шығатын боламыз. Қамырымыздың екінші бөлігінде жұп-жұқа етіп жайып, осы қамырдың үстінен қойып, арасына ертілген сары майымызды құйып, тағы да жағып, барлығын осылай бірін үстіне бірін қойып шығатын боламыз. Қамырымызды видеода көрсетілгенде осылай орап шығамыз. Содан соң 1 сағатқа холодильникке қалдырамыз. Сол кезде біздің қамырымызға сармайларымыз толық сіңіп, қаттамамыздың тестасы өте керемет болып шығады. Холодильниктен шыққан қамырды осылай 4 бөлікке бөліп аламыз. Сонда бізде осы қамырдан 4 қаттама шығады. Енді оқтаудың көмегімен қаттаманы осылай жайып шығатын боламыз. Қаттаманың қалыңдығы шамамен 3 сантиметрде болады. Қатты қалыңдау қылам десеңіздер, онда 5 сантиметрде етіп қалдырсаңыздар болады. Дәл осы тестаны табаға салып пісіріп алсаңыздар да болады. Және пеште де өте керемет шығады. Пеште міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қаттаманың үстінен жұмыртқаны сары уызынан жағып, 180 градус қызып тұрған пеште 30-40 минутқа салып пісіріп аламыз. Осымен біздің қаттамамыз дайын, өте қарапайым жолмен дайындалады. Достар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Қаттамаларыңыз қытырлап, қатпарлы, тестасы деген өте керемет болып шығады. Айтып жеткіздіру мүмкін емес. Қараңыздар, видеода көрініп тұрғандай, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.